Үчөө Рыскылбек жазасыңыз. Айтпаушы Рыскылбек, сен менен сайын көпшілерінде болып жасақшыларды көрдің бе? Егер көшеге бармаса олар қайдан көреміз? Сен Советскийді өлтірдің бе? Жоқ, өлтірген жоқпын. Сенің ұрып жатқаныңды біреулер көріпті ғой. Олай болса, сол адам емені беттестің. Бұл өтірік жала. Ақ декабрист. Өтірік жала деп қояды еще. Одан да Советскийді өлтірді деп мойныңа аласың. Бұлда тергеуші. Бұл өтірік жала. Өлтірмеген адамды өлтірді деп қалай мойындайды? Адам түгілі ешқашан өлтіріп көрген емеспін. Заключенный Рыскылбек, сен одан да жақсылап ойлан. Бұл Советскийді өлтірді деп мойныңа ал. Бұл сосын әкеңнен 4 мың сом алып сенің алақаныңа сал. Бұл екі түсіндің бе мақұлық? Бұлда тергеуші. Аяулда әлі көріп отқан күйін ата-анамды ақша деп жинағым келмейді. Не үшін төлеуім керек? Ешқандай жағым жоқ қой менің. Қайратты алып келіңдер, артыңдар. Жоқ! Алып келіңдер аға! Айтар басым бар, мынадай жасап басым бар. 21 жасым бар, айтарлықтай жаным бар. Қоқырдай жаным бар. Алам десеңдер алыңдар. Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар. Егіз тұтап қоймадым, атам десеңдер атыңдар. Қайрат!